Бүгін біз сендермен жалпы 45-ші параграф тақырып «История означает исследование» деген тақырыпты өтеміз. Яғни тарихты білу үшін оны не істеу керек? Зерттеу керек. Яғни исследование деген зерттеу. Тақырып, негізгі тақырып наречие. Осы бойынша жұмыс жасаймыз қазір. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, яғни іс-әрекетті білдіреді. Наречия отвечают на вопросы «как», «қалай», «когда», «қашан», «где», «қайда», «куда», «қайда бара жатсың», «зачем», «не үшін», «с какой целью», «не мақсатпен», «в какой степени», «қандай дәрежеде». Наречия не изменяются. Яғни наречие ешқандай формада өзгерілмейді. Бізде қалай өзгеретін еді жалпы? Род бойынша, мужской, средний, женский род бойынша өзгеретін еді, бірақ бұл өзгермейді. Және де множественное число или единственное число, яғни оған да жатпайды наречие. В предложении наречие чаще всего бывает обстоятельства. Яғни сызықша, нүкте, сызықша, нүкте етіп астын сызамыз сөйлемнің ішінде. Қазақ тілінде ол пысықтауыш. Түсінікті ғой, Енді бір мысал келтіріп кетейік. Где? Қайда? Вдалеке. Куда? Вперед, алға қарай. Откуда? Сверху, жоғарыдан. Как? Хорошо, плохо, весело. Когда? Қашан? Вчера, сегодня, кеше, бүгін. Сколько? Много. Көп, вдоволь деген жетерлік. Почему? Потому. Поневоле. Зачем? Нарочно, умышленно. Жалпы наречие глаголмен үнемі байланысты жүреді. Яғни глаголдан біз наречияға сұрақ қоямыз. Например, идти быстро, тез жүру, идти как? Яғни бізде идти дегеніміз жүру, іс-әрекетті білдіріп тұр. Яғни ол глагол. Глаголдан біз наречияға сұрақ қоямыз. Идти как? Идти быстро. Читать внимательно. Яғни мұқият оқу. Оқу бізде жалпы іс-әрекет, глагол. Читать как? Читать внимательно. Смотреть вниз. Төмен қарау. Қарау жалпы бізде іс-әрекет, яғни глагол. Вниз. Проснуться рано. Ерте ояну. Ояну бізде іс-әрекет, яғни глагол. Глаголдан іс-әрекетке наречие сұрақ қоямыз. Проснуться когда? Проснуться рано. Яғни бұл наречие білдіріп тұр. Түсінікті ғой, Наречие үнемі глаголмен іс-әрекетте жүреді. Глаголдан біз наречие сұрақ қоямыз. Түсінікті ғой, Жалпы наречие бойынша осы енді кітаптан тапсырма. Бірінші 8-ші бетте 6-шы тапсырманы мұқият оқып аламыз. Мұнда наречияның сұрақтары және мысалдары тұр. Жақсылап оқып түсініп аламыз. Ал үйге тапсырма, мына жерде 9-ші беттегі 8-ші тапсырманы орындаймыз, яғни верный, неверный. Әдеттегідей бірінші көшіріп аламыз және қасына плюс-минус қоямыз. Қайсы дұрыс емес.